Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен қызылшамен жасалатын аш салаттың рецептімен бөліспекшімін. Ол үшін бізге қызылша, қызанақ, сәбіз, соленый огурцы және аскөк, жүгері, чимчим қажет болады. Және де сарымсақ. Алдымен қызылшаны турап аламыз, жіңішке етіп. Одан кейін қызанақты тазалап, қызанақты да тураймыз. Ортасындағы жұмсақ жерін алып тастап тураймыз. Соленый огурцыйды жіңішке дөңгелек қылып тураймыз. Сарымсақты майда етіп турап қосамыз. Енді сәбізді чөркадан өткізіп қосамыз салатымызға. Салатқа аскөкті, жүгеріні, чимчимді қосып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз қоссаңыздар болады. Міне салатымыз дайын болды. Жеуге өте жеңіл әрі пайдалы салат. Жасап көруге кеңес беремін.